Сәлем ақылды балалар. Ертегіні сағындыңыздар ма? Керемет. Ендеше сүйікті орындарыңызға жақсылап жайғасып болсаңыздар, күл қыз деген ертегіні айтып берейін. Таяқ жерге тасталды, ертегіміз басталды. Баяғы заманда бір кісінің әйелі ерте дүниеден қайтып, екінші рет үйленіпті. Оның қайтыс болған әйелінен бір қызы бар екен. Қыздың өгей шешесі өте қатыгез, дөрекі адам боп кезігіпті. Оның өзімен еріп келген екі қызы бар екен. Олар да шешелеріне тартқан қатыгез де дөрекі болыпты. Өгей шеше келген күннен бастап өз қыздарына аялап, өгей қызына қатал болыпты. Оны ұнатпай, тек қиын және лас жұмыстар беріп күн көрсетпепті. Байғұс қыз ертеден кешке дейін тыным таппайды екен. Сол үйдің отымен кіріп, күлімен шығады екен. Сәл отырып, тынығуына да уақыты болмайды екен. Кейде қатты шаршаған ол, пештің күлін шығарып жатып, күлдің үстіне отыра кетеді екен. Осыны үнемі көріп жүрген өгей шешенің қыздары оны мазақтап, күл қыз деп атап кетіпті. Ал қыздың өгей әпкелері керісінше еш таршылық көрмепті. Олардың бар бітіретіні ертеден кешке дейін айнаның алдында тұрып, сыланып, сипану болады. Бірде хан сарайында үлкен бал, мереке өткізілетін болады. Оған барлық мәртебелі және бай адамдар шақырылады. Шақыру қағазы күл қыздың өгей шешесі мен қыздарының да қолына тиеді. Сол күннен бастап өгей шешесі базардан түрлі маталар мен әшекейлер алып, өздеріне арнайы көйлек тіккізіп, патша сарайына баруға қызу даярлыққа кіріседі. Үйдің бар тірлігімен күл қыз ғана айналысады. Ол аз болса, тігіліп жатқан көйлектерді кигізіп, шешкізу үшін де қыздың мойнына жүктеледі. Үшеуі үш жақтап дөрекі сөйлеп, ары-бері жұмсап мазасын алады. Осылай патша сарайына баратын кезде жақындайды. Күл қыз түнімен ұйықтамай, үшеуінің көйлектерін әшекейлейді. Ертеңінде ерке қыздар шешелерімен бірге дайын тұрған көйлектерді киіп, шаштарын сәндетіп, жегулі аттарға қарай бет алады. Өгей шеше қыздармен бірге арбаға отырып жатып, күл қыздан: «Сен патша сарайына барғың келе ме?» деп сұрайды. Патша сарайда өтетін балды көргісі келген қыз басын изейді. Әйел енді оған мысқылдап былай дейді: «Онда үйді түгел тазалап шық, қыстық отынды жар, гүлдерді суар, ыдыстарды жу, содан соң терезеден қарауыңа болады» дейді де кетіп қалады. Осы сөзден кейін шешесінің жанында отырған екі қызы күл қызды мазақтап күле жөнеледі. Күл қыз жылап қала береді. Күл қыз өгей шешесі тапсырған шаруаның барлығын орындап біткенше кеште болады. Ол өзінің үстіндегі жыртық көйлегі мен аяғындағы тозығы жеткен кебісіне қарап, тағы да жылап жібереді. Кенет бөлмеде бір мейірімді сиқыршы әйел пайда болады. Ол: «Қызым, патша сарайында өтіп жатқан балға барғың келе ме?» деп сұрайды. «Иә» деп жауап береді қыз. «Жылама онда, одан да маған көмектес. Үлкен асқабақ бар ма?» «Бар». «Жүр сыртқа шығайық, маған сол асқабақты алып кел». Күл қыз бақшада өсіп тұрған асқабақтардың арасынан ең үлкенін әкеледі. Мейірімді сиқыршы асқабақты сиқырлы таяғымен түртіп қалады. Сол кезде әлгі асқабақ үлкен және әдемі алтын күймеге айналады. Асқабақтың жанында жүгіріп жүрген тышқандарды түртіп қалғанда, олар асыл тұқымды жылқыларға айналып шыға келеді. Қақпанға түскен үлкен атжалман да іске жарайды. Одан мұртты атқосшыға айналып шыға келеді. «Сен енді маған 6 кесіртке алып кел. Олар бақшадағы су құйғыштың жанында жатыр» дейді сиқыршы әйел. Күл қыз мейірімді сиқыршының айтқанын орындап, кесірткелерді алып келеді. Сиқырлы таяқ тиісімен әлгі алтын жіппен зерленген киім киген сұңғақ бойлы қызметшілерге айналып шыға келеді. Содан соң сиқыршы әйел: «Міне енді патша сарайына бара берсең болады» деп сәйгүліктер жегілген алтын күймені нұсқайды. «Балға не киемін, көйлегім жоқ қой» деп күл қыз жыртық көйлегіне қарап қайтадан жылап қоя береді. Сиқыршы әйел:
жылама қызым, көйлек те болады дейді де сиқырлы таяғымен көйлегін түртіп қалады. Сол кезде әлгі лас жыртық көйлек тек Ханшайымға ғана лайықты керемет сәнді көйлекке айналып шыға келеді. Мұндай көйлекті Күлқыз ешқашан көрмеген еді. Тек аяғындағы тозып кеткен кебісі келмей ол көйлектің сәнін бұзып тұрады. Сиқыршы әйел бұл мінді де түзейді. Жіңішке таяғымен түртіп, оны жарқыраған хрусталь кебіске айналдырады. Күлқыздың қуанышында шек болмайды. Өзі неткен сұлу еді. Екі беті алабұртып, көзі күлімдеп тұр. Осы қуанышты сезіммен ол алтын күймеге отырады. Атқосшы аттарды қамшысымен түртіп қалғанда, сәйгүліктер кісінеп қоя береді. Мейірімді сиқыршы әйел күймеге жақын келіп Күлқызға: есіңде болсын, сиқырдың күші тек түн ортасына дейін ғана жетеді. Сағаттың тілі тура 12-ні соққанда барлығы да өз орнына келеді. Күйме асқабаққа, аттар тышқандарға, атқосшы атжалманға, күзетшілер кесірткелерге айналады. Өзің де бұрынғы күйіңе енесің деп ескертеді. Сонымен кісінеп тұрған аттар патша сарайына қарай шаба жөнеледі. Сиқыршы әйел күймені қол бұлғап шығарып салып тұрып, тағы да дауыстайды: қош бол, менің айтқандарымды есіңнен шығарма, деп артта қала береді. Алтын күйме патша сарайына лезде жетеді. Сарайдың алдына келгенде атқосшы сәйгүліктерді тоқтатады. 6 қызметшілердің біреуі күйменің есігін ашып, екіншісі қыздың оң қолынан, келесісі сол қолынан ұстап күймеден түсіреді. Төртіншісі күйменің есігін жабады. Қалған екеуі сарайға кіргенше қызды Ханшайымдай шығарып салады. Күлқыз қысыла, қымтырыла сарайға кіргенде балдың нағыз қызып жатқан шағы екен. Патша сарайының қызметкерлері айдай сұлу аруды көріп таң қалады. Жалма-жан ханзадаға барып, белгісіз бір сұлу ханша келді деп хабарлайды. Жұмбақ ханшаны ханзаданың өзі қарсы алады. Қолынан ұстап, бал өтіп жатқан залға ертіп кіреді. Күлқызды көрген жұрт үнсіз қалады. Әуен тоқтап, барлық жұрт қыздың сұлулығына таңырқай қарайды. Біразға созылған үнсіздікті ханзада бұзады. Балға келген қонақтар ортада билеп жүрген екеуіне сүйсіне қарайды. Жігіт қыздан көзін алар емес. Екеуі кеш бойы бірге билеп, бірге жүреді. Осылай ханзада мен Күлқыздың балдың сәніне айналады. Алайда бұл керемет сәттер лезде өте шықты. Кенет сағаттың тілі 12-ге келіп, дыбыстап, белгі беріп, түн ортасы болғанын хабарлайды. Бақыт құшағында жүрген қыздың есіне сиқыршы әйелдің айтқан ескертуі түседі. Ол ханзадамен асыға қоштасып, сыртқа қарай жүгіре жөнеледі. Түкке түсінбеген ханзада аруды тоқтатпақ болып артынан қуады. Ханзаданың соңына нөкерлер ереді, бірақ қызды қуып жете алмайды. Басы салбырап, кері қайтқан ханзада баспалдақтарымен жоғары көтеріліп келе жатып, Ханшайымның бір хрусталь кебісін тауып алады. Оны Күлқыз асығып, аптығып түсіп келе жатып, абайсызда түсіріп алған екен. Күлқыз сол жүгірген бойы алтын күймеге кеп отырады. Кісінеп, құстай шуға дайын тұрған сәйгүліктер шаба жөнеледі. Олардың бұрылыстан бұрылғандары сол екен. Сиқыршы ескерткендей, аттар тышқандарға, алтын күйме асқабаққа, атқосшы атжалманға, 6 қызметкер кесірткелерге айнала жөнеледі. Әдемі көйлек те көзден ғайып болады. Барлығы бәз-баяғы қалпына келеді. Тек сыңар жоқ хрусталь кебіс қана осының бәрі түс емес, өңінде болғанының белгісі ретінде қолында қалады. Ертеңгілік асқа отырған өгей шеше мен қыздары патша сарайында көргендерін әлгі жұмбақ қанша туралы айтып тауыса алмайды. Олар сол сұлудың көз алдарында жүрген Күлқыз екенін қайдан білсін? Дастархан басындағылар осылай абыр-сабыр болып отырған мезетте патша сарайынан шабарман келеді. Ол патшаның: мына хрусталь кебіс кімнің аяғына тура келсе, сол қыз ханзадаға тұрмысқа шығады. Бірақ бұл кебісті патшалықтағы бар бой жеткендерге ханзаданың өзі кигізіп көреді, деген жарлығын жариялайды. Сөйтіп ханзада бүкіл патшалықты аралап, бой жеткен біткеннің бәріне хрусталь кебісті кигізіп көреді. Бірақ кебіс ешкімнің аяғына сыймайды. Кезек Күлқыздың үйіне де келеді.
Өгей шешенің қыздары хрусталь кебісті қанша кимек боп тырмысса да, кебіске аяқтарының ұшы ғана сияды. Сонда ханзаданың бір нөкері: «Сіздерде басқа қыз жоқ па?» деп сұрайды. «Бар, кір-кір боп жүретін күл қыз бар», деді екі қыз мысқылдай сөйлеп. Бар ойлар оны шақыртып, ханзаданың алдында ұятқа қалдыру. «Қандай болмасын, шақырыңыздар», деп бұйырады ханзада. Өгей шеше дауыстап күл қызды шақырады. Отын жарып жүрген қыз қысыла үйге кіреді. Ханзада ештеңеге қарамастан хрусталь кебісті аяғына өлшеп көреді. Кебіс шап-шақ екен. Мұндайды күтпеген өгей шешесі мен әпкелері ауыздары ашыла қарап қалыпты. Ханзада мен қасындағы нөкерлері де аң-таң. Барлығы таңырқай қарап тұрғанда, қыз хрусталь кебістің сыңарын қалтасынан шығарып киеді. Сол кезде есік ақырын ашылып, үйге баяғы мейірімді сиқыршы әйел кіреді. Ол ортада тұрған күл қыздың көйлегін сиқырлы таяғымен түртіп қалады. Сонда ескі көйлек әппақ, өте әдемі, өте сәнді көйлекке айналады. Күл қыз бұрынғыдан да арайланып шыға келеді. Іштері күйген өгей қыздар мен өгей шешесі амалсыздан күл қыздан кешірім сұрайды. Мейірімді, инабатты қыз оларды кешіреді. Себебі оның тәні ғана емес, жаны да пәк, таза, сұлу еді. Ханзада күл қыздан өзіне тұрмысқа шығуын сұрайды. Қыз келісімін беріп, сарайда үлкен той болады. Осылай олар ұзақ әрі бақытты өмір сүріп кетеді. Ал балалар, осымен ертегі аяқталды. Егер ертегі ұнаса, келесі ертегімді жіберіп алмас үшін лайк, подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі ертегімде кездескенше, хош, сау болыңыздар.